Ассалаумалейкум достар. Bir жақсы, bir мұнша емес болып тұрған жаңалығым бар. Хабарландырамын. Яғни бұл жайымыз міне. Дерлі піте жақ алдында тұрыпты, азмас қалып тұрыпты достар. Есін сақ күйіп адапты сыртқа ішкі істерге де тиісіп кеткен балалар. Кешен Нөкістен 3 жігіт келіп, ішкі істеріне араласты. Алла разы болсын, Тағаташтан 3 жігіт келіп сыртқа қазу, водопровод, канализация жұмыстарын алып барды. Таярлап міне жүда зор бүгінде ұсталарымыз басып істеп жатыр. Міне жайымыз қара. Бұл жақсы жаңалығымыз. Егерде историямызда көрсетілген нәрселер өз уақытында жетіп келсе, кілем, газ, плита, холодильник, яғни ішін түзестіретін нәрселеріміз өз уақытында жетіп келсе, жайымызды Құда қаласа осы айдан қалдырмай тапсырып аламыз деген ойдамыз. Белсенділік керек достар. Енді кеуілімді сәл түсіп тұрғаны ұсталар, сыртқы істер, шифр, басқа да істер, әммесі 2 күннің ішінде бірден, бір уақыттың ішінде есапласуға келіп тұрды ұсталарменен. Яғни қаражет жақлама, ұсталарға қаражет жақлама қауендер керек болатыпты. Құлласы айтқанда, аз ғана жұмыс үшін ендігі айға өтіп кеткім кеп атқан жоқ. Қолыңыздан келген жәрдемді аямаң достар. Егер сізде мүмкіндік болмаса, мүмкіндігі барларға жіберіп қойың, лайк, коммент қалдырмаң. Айтың, видеоларымызды жіберіп, айтың, мынандай жерде мынандай жұмыс істеніп жатырыпты. Келің, сауапқа шерік болайық достар. Шығарсайық, ұстан қол ақысын төлеп берейік біреуінің. Яки назатлары кемсіп отқан екен апарып берейік деп. Егер бірлессек, бесағарлықты жора бір обед отырып, майшаты дейді ғой, соны жинастырсақ, бәрі де бітіп кетеді достар. Қызларға да тиісті жұмыстар бар, хабарласың. Сіздерде айтсаңыз болады, комментарияларға белгілеп кетсеңіз болады. Қара, ажайып жұмысымыз, ажайып істеріміз аз қалып тұр бұның жерінде. Тоқтап, дәркелеп, созылуын қалап атқан жоқпан достар. Көрін, көз қуанатындай жағдай болатыпты. Баршаңыздан Алла разы болсын. Мен сенемін, Аллаға аңсат. Бізді жалғыз қалдырып қоймайтын достарымыз бар. Оған да сенемін. Алдыңғы видеода айтқан едім, атамыз әр күні қасында. Қуанып, қайта-қайта Алла разы болсын. Рахмет балаларым деп жүрді. Келін сол рахметлерден, сол олардан сіздерді алып қалың достар. Қалыс қызметке жігітлерді де шақырып қаламын. Аз ғана жұмыстар бар. Атрапын тазалау дегендей. Кенен Нөкістен жүда қымбатқа түсіп тұрыпты. Тағаташтан тракторшы жігітлеріміз болса, рабайменен, енді жүда текін демеймен, рабайменен айтса, бір тракторшы керек отыр. Атраптарын сүрдіріп, тапсырған вақытымызда видео аламыз. Атраптарды түсіріп, тазалап беретін бір трактор керек. Видеоны максималды дәрежеде тез-тез көргеніңізден бастап тарқатып қойың достар. Керекті жерлерге, магазиндерде комментарияларға белгілеп қойың. Біз болса жұмыстарымыз давам етеміз. Сау болыңдар, саламат болыңдар.